Ұсыныстардың үшінші бөлігі жаңа парламентті жасақтау тәртібі туралы болды. Депутаттар енді пропорционалды жүйе қағидатымен сайланады. Мұндай тәсіл саяси партиялардың институционалдық рөлін күшейтеді. Сондай-ақ олардың қоғам алдындағы жауапкершілігін арттырады. Кейбір партиялар парламентпен қатар барлық деңгейдегі мәслихаттарды пропорционалды жүйемен жасақтауды ұсынғанын білемін. Бірақ аймақтарда мажоритарлық жүйені сақтап қалу керек деп ойлаймын. Еліміздің өңірлерінде жергілікті азаматтардың дауыстары, пікірлері жақсы естілу қажет. Бұл мен үшін айқын ұстаным. Талқылау кезінде маған парламенттегі президент квотасын қалдыру керек деген ұсыныс айтылды. Бірақ мен жаңа парламент ешкімнің қамқорлығына, қадағалауына мұқтаж емес екеніне сенімдімін. Депутаттардың ішінде арнайы тағайындалған таңдаулы тұлғалар болмау керек. Олар бәріне бірдей ортақ тәртіппен сайлануға тиіс. Соған сәйкес Қазақстан Халқы Ассамблеясының арнайы квотасы да алынып тасталады. Осы ұстаныммен жастарға, әйелдер мен ерекше қажеттілігі бар азаматтарға арналған квотаны қоса алып тастауды ұсынғандар болды, бірақ бұл мүлде басқа мәселе. Бұл квота әлеуметтік әділдік қағидатының айқын көрінісі. Сондай-ақ еліміздегі барлық қоғамдық саяси өкілдерді ескеретін маңызды талап. Сол себепті осы квоталарды өзгеріссіз сақтап қалуды ұсынамын.